Әлеуметтік желіде әйелдердің зейнет жасына қатысты ақпарат тарай бастады. Желіде тараған жазбаға сәйкес 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдер 58 жаста зейнетке шығарымыз. 13 маусымда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі желіде тараған ақпаратты жоққа шығарды. Мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде таралып жатқан Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап әйелдердің зейнетке шығу жасы 58 жасқа дейін төмендетілетіні туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. Қазақстанда жалған ақпарат таратқан азаматтарға 20 айлық есептік көрсеткіш сомасындағы айыппұл төлеуден бастап 7 жылға бас бостандығынан айыруға дейінгі жаза қарастырылғанын еске сала кетейік. Айтпақша, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бас сұғып, қордағы өзгерістер жайлы сұрадық. Енді өзгерістерге келетін болсақ, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында биыл наурыз айында заңды тұлға кабинеті жаңа жобасы іске қосылды. Бұл жоба жұмыс берушілерге қызметкерлердің зейнетақы аударымдарын жеңілдетіп, оңтайландыру және зейнетақы қызметтерін көрсетуді жақсарту үшін бағытталған. 2021 жылдан бастап азаматтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы салым мөлшері жеткілікті шектен асқан жағдайда оның бір бөлігін өз кәдесіне жаратып жүр. Әрине, оның да тәртібі бар. 20 жастағы азамат үшін зейнетақы жинақтардың төменгі жеткіліктілігінің шегі 3 миллион 140 мың теңге. 30 жастағы азаматтар үшін 4 миллион 370 мың теңге, 40 жастағы азаматтар үшін 5 миллион 790 мың теңге, 50 жастағы азаматтар үшін 7 миллион 430 мың теңге. 2021 жылдың қаңтар айынан бастап, осы 2022 жылдың 9 маусымына дейін зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй және емделу мақсатында алу бойынша зейнетақы қорына 2,7 миллионнан астам өтінішке түсті. Жинақтардың бір бөлігін алғандардың ішінде тұрғын үй алу мақсатында 2,4 миллион теңге пайдаланылды. Егер аймақтар бойынша салыстыратын болсақ, Алматы қаласы, Нұр Сұлтан қаласы және Маңғыстау облысының тұрғындарынан өтініш басым бөлігі осы азаматтардан келіп түсті. Емделуге түскен өтініштердің басым бөлігі 96% стоматологиялық қызметтерге, одан кейін офтальмологиялық қызметтерге және диагнозы ауыр диагноз қойылған азаматтарға төленді. Қартайғанда қамсыз өмір сүру үшін болашаққа бүгіннен бастап қамданған опық жемейді, себебі бейнет түбі зейнет емес пе?